Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомызда Аллах тағаланың көркем есімдерін одан әрі жіті тануға тырысатын боламыз. Аллах тағаланың көркем есімдерін танып білуге кеткен уақыттарыңызды береке мен сауаптарға толтырсын. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны Алла разылығын тілейтін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Осыған дейін біз Аллах тағаланың 1 мен 24 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттеріне тоқталған болатынбыз. Ендеше 25-ші көркем есім Әл-Муғиз, даңқты асырушы, жеңіс беруші. Толық мағынасы қуат беруші, даңқты асырушы, жеңіс беруші. Өзінің мүмин құлдарына мықты қуат береді. Олардың мойынсұнғандары үшін күнәларын кешіріп, жәннатта құрметті орын береді екен. Әл-Муғиз есімінің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім «Я Муғиз» деп күн сайын 117 рет қайталайтын болса, осы дүниеде және ақыретте мерейі үстем болады екен. Оған жаманшылық пен зәбір жасағысы келген адам ойынан бас тартуға мәжбүр болады. Өйткені Алла тағаланың ұлықтаған пендесін ешкім қорлай алмайды. Екінші, бір мұсылман шынайы ықыласпен «Я Муғиз» деп айтуды әдетке айналдырса, Алла тағала оған құрмет пен абырой сыйлайды екен. 26-шы көркем есім Әл-Музил, дәрежені төмендетуші. Толық мағынасы кемсітуші, дәрежені төмендетуші. Кәпірлерді мойынсұнбағандары үшін кемсітеді, оларға азап үйін, яғни тозақты дайындайды. Бұл есімнің қасиеттеріне келер болсақ, дұшпандарды жеңу үшін осы есімді күнде 800 рет оқу керек екен. Екіншіден, кімде-кім осы есімді күн сайын қайталаса, Алла тағала оның дұшпандарын жеңіліске ұшыратады. Дұшпандар мен залымдардың кесір-кесапатынан қорғайды екен. Үшінші, кімде-кім таңғы намаздан кейін осы көркем есімді үзбей айтып жүрсе, қорқыныштар сейіледі. Ал төртінші, кімде-кім залым біреудің немесе өзін жек көретін күншілден қорықса, «Я Музил» деп 25 рет айтып, сосын сәжде етіп, «Уа Алла тағалам, мені пәлен кісінің жамандығынан қорғай көр» деп дұға етер болса, Алла тағала сол адамның жаманшылығынан қорғайтын болады екен. Алла тағаланың 27-ші көркем есімі Әс-Самиға, бәрін естуші. Толық мағынасы әр нәрсені естуші, әр естілген дыбыс ғайып айтылса да, оның естуінен тыс қалмайды. Ол құпияның бәрін біледі, оның ести алмайтын нәрсесі жоқ. Әс-Самиғ есімінің қасиеттері: кімде-кім осы есімді күнде 180 рет қайталаса, Алла тағала барлық дұғаларын қабыл алады екен. Екінші қасиеті: кімде-кім бейсенбі күні дұха намазын оқыған соң, ешкіммен тілдеспестен «Я Самиғ» деп 100 рет қайталап, мұң-мұқтаждығын айтып, Алла тағалаға дұға етсе, Алла тағала оның барлық мұқтаждықтарын кетіреді екен. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз.